Баршаңызға қайырлы күн достар. Рамазан айы құтты болсын. Соған арнап үйге арналған өзі арзан, қолжетімді сувенир жасап үйрететін боламын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай бізге қарапайым ақпараттар керек. Және осындай 3 размерде мешіттің эскизін сызып аламыз. Кәдімгі пуба клейі керек, қайшы керек болады. Ең алдымен қағазды ұзыннан 2-ге бүктеп, ортасынан қиып аламыз. Ол қиып алған қағазымызды тағы да 2-ге бүктеп, бірінші үлкен мешітімізді осылай бастырып шығатын боламыз. Әр қайсысын жеке-жеке бастырып, жеке-жеке қию маңызды. Әйтпесе барлығы бірдей болмай қалады. Осылай 20-25 қағазды осылай істеп алып, міне сіздерге түсінікті болу үшін қызыл мен көкпен сызып қойдым. Ең бірінші қиып алған қағазымызды осылай көк жерінде сызылып тұрғандай 4 жерден клейлеп шығамыз пуба клеймен. Міне осы видеода көрсетілгендей етіп, 2 бүктелген қағаздарымызды бірінші көк сызық бойынша жабыстырып шығамыз. Содан кейін қызыл сызық бойынша ортасындағы сызықтарын сызып, барлығын жабыстырып шығатын боламыз. Міне жабыстырып алдық. Енді осындай жылтырақ сары түсті фоамиран бар, немесе кәдімгі қағаздан да жасауға болады. Сары түске бояп жіберсеңіздер болады. Осылай айдың эскизін 2 штук сызып аламыз. Оны қиып алып, бір-біріне пуба клей немесе ыстық клеймен жабыстырып, айды дайындап аласыздар. Міне бағанағы жабыстырып қойған қағазымызды бастырып қоямыз. Кептау деген кезінде осылай ашамыз. Міне осылай аштық. Осы бірігетін жерін степлермен немесе двойной скотчпен, болмаса жаңағы қолыңыздағы пуба клеймен жабыстырып қойсаңыздар болады. Осылай төбесіне айын да ыстық клеймен немесе пуба клеймен отырғызатын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі, ерекше мешіттің сувенирі пайда болады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.